Кибербуллинг бұл интернет арқылы біреуді қорлау, мазақ ету, немесе қысым көрсету. Мұндай әрекет адамның психикасына ауыр әсер етеді. Сен мұндай жағдайға тап болсаң, үнсіз қалма. Егер сен кибербуллингке іліксең, 102 нөміріне хабарлас. Кибербуллингке жоқ те, жасөспірімдерге арналған сақтық ережесі. Мен телефонымды қорқыныштан ашқым келмейді. Оның іші сыныптастардың ащы пікірлеріне толы еді. Чаттарда мазақтайтын мем, стикерлер толып тұр. Менің суретіммен жалған парақшада ашылған. Жекеде де, лентада да тіл тигізуге әуес. Сөйтіп күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан айырылдым. Өзімді жоғалтқандай болдым. Олар ойлап тапқан бейне ғана қалғандай. Бұл әшейін қалжың ғой дейтін олар. Бірақ бұл нағыз кибербуллинг еді. Не істерімді білмей жүргенде, анам бәрін көріп, мені қолдады. Намысқа тиетін жазбаларды скрин жасап, полиция мен қолдау қызметіне жүгіндік. Желідегі қудалау бұл әзіл емес, ойын да емес. Бұл заң бұзушылық. Қазақстанда кибербуллинг үшін нақты жауапкершілік қарастырылған. Интернетті бірге қауіпсіз етейік. Хейт пен буллингсіз кеңістік құрайық. Окей? Бір-бірімізге құрметпен қарайық. Интернет достық пен білім алаңы болуы керек. Бүгінгі басты жаңалық буллинг мәселесі. Буллингке ұшыраған балаңызды қандай жарақат қорғансыз қылады? Қорқытып тәрбиелеу, үнемі ұрысу балада мен ештеңеге лайық емеспін деген сенім қалыптастырды. Сүйіспеншіліктің жетіспеуі. Мен сені жақсы көремін деген жылы сөзді естімеген бала өзін сүйікті әрі құнды сезінбейді. Құлақ аспау. Бала айтқанын ата-ана тыңдамаса, ол да сыртқы ортада өз ойын жеткізе алмайды. Салыстыру. Пәленшенің баласының қолынан бәрі келеді деп айту, баланың өзіне деген сенімін әлсіретеді. Буллингтің алдын алу бәріміздің ортақ міндетіміз. Бұл бағыттағы жұмыстар Дос болайық жобасы аясында жалғасып жатыр.